саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Мен Мұхамеджан Тынышпаев атындағы Қазақ көлік коммуникациялар академиясының Шымкент көлік колледжінің арнайы пән оқытушысы Роман Айдана Жәнібекқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз шпалдар мен бөренелер. Шпалдар деп отырғанымыз ол жолдың төменгі құрылысының элементтерінің бірі екендігін білеміз. Шпалдар дегеніміз рельстен түскен қысымды балласт қабатына жеткізеді. Шпалдардағы рельстер бекітіледі. Ол жол табанының бір қалыпта болуын қамтамасыз етеді. Шпалдардың атқаратын қызметтері: рельс арқылы пойыздан түсетін салмақты өз бойына қабылдау, одан өзге жүріс әрекеттерінде пайда болатын бірден түсетін күштерге төтеп беріп отыру, ұзақ жол шірімей, сынбай тұру, бірден түсетін күш векторларды астыңғы балластық қабатқа өткізу, рельстердің ішкі жиегімен өлшенетін қос рельстің жол табан енінің тұрақтылығын сақтау. Шпалдар мен бөренелер темір жолдарда пайдалану шарттарына байланысты ағаш және темір бетон шпалдар қолданылады. Бағыттамалы бұрмалар мен металл көпірлерге бөренелер де қолданылады. Кең табанды темір жолдарға арналған ағаш шпалдар мақсатына байланысты үш түрге бөлінеді. Бірінші басты жолдар үшін, екінші станциялық және кірме жолдар үшін, үшінші өнеркәсіптік кәсіпорындардың аз әрекетті кірме жолдары үшін. Көлденең қима нысаны бойынша шпалдар бұл жерлерде үш түрге бөлінеді екен. Кесілген, жартылай кесілген, кесілмеген. Кесілген дегеніміз төрт жағы кесілген, жартылай кесілген дегеніміз үш жақты пропилендер, кесілмеген дегеніміз екі қарама-қарсы жағы екеуі ішінара кесілуі мүмкін. Шпал ағаштары тіптен құрғамайды. Олардың бойындағы ылғал 30-25%-ға дейін сақталады. Шпалдың ұзындығы 2750 мм болуы тиіс. Яғни техникалық пайдалану ережесі бойынша. Шпалдар мынадай тұқымды ағаштардан жасалуға тиісті: қарағай, шырша, май қарағай, бал қарағай, самырсын және қайың, емен, негізгі қылқан жапырақтағы қатты ағаштар. Ағаш шпалдар майланады, криозот антисептигінде қайнатылады, одан кейін қызмет ету мерзімі ұзарады. Ағаш шпалдар плюс-минус 8 см-ге дейін ғана жылжуға рұқсат етіледі стандарт бойынша. Мына жерде шпалдардың көлденең қималары стандарт бойынша қанша миллиметр болу керектігін көрсетіп отыр. Және де жаңа біз сіздермен айтқан көлденең қималардың қалай кесілгендігі туралы. Көлденең қима негізінен үш түрге бөлінеді. Кесілген, жартылай кесілген, кесілмеген. Кесілген түріне міне А варианты. Онда төрт жағы да кесілген. Мына жер міне төрт жағы да кесілген болып тұр. Одан кейін жартылай кесілгенде үш жақты, мына жағы. Осы үш жақты кесілген, жартылай кесілген болып. Кесілмеген деп отырғанымыз, яғни ағаштардың ортасына бөлу болып есептеледі екен. Рельстің табанына жатқызылатын шпалдар санын шпалдар эпюрасы деп атаймыз. Яғни рельстерге шпалдар орнатылатынын білеміз. Олар бір-біріне қосындысы шпалдар эпюрасы деп аталады екен. Бірінші, екінші, үшінші классы сүрлеулерде радиусы 1200 метр, кем емес иінді қисықтарда 1840 дана шпал орнына 2000 дана төселеді. Бесінші классы сүрлеулерде радиусы 650 метр жоғары телімдерде 1440 дана төселеді. Радиусы 600 метр қысқа болатын қисық иіндерде 1 километрге 1600 дана шпалдар орнатылады екен. Яғни рельстердің түріне байланысты төселетін шпалдардың саны 1000 метрге R43 болса 1440 саны. Яғни 1 километрге бізде 1440 R43 рельсінде осыншама шпал жатады екен. R50 рельсінде 1600 шпал жатады. R65 рельсінде
1840 шпалы жатады. 25 метрге R43 рельсі болған жағдайда 36, R50 40, R65-те 46. Шпалдар арасы, яғни әр рельстің түріне байланысты шпалдардың арасы да өзінше ара қашықтық сақтайды. R43-те 0,5, R50-те 0,44, R65-те 0,42. Бөрене дегеніміз бұтақтарынан ажыратылған бағананың жоғарғы жағы алынып тасталған кесілген үлкен ағаш немесе бағананың бөлігі. Бөренелерді агрегатты өңдейтін тізбек ағаш өңдеу өндірісінде қабықтары ашылған диаметрі 10-18 см айтады екенбіз. Бөренелер де дәл солай шпалдар тектес үш түрге бөлінеді екен. Яғни басты жолдар үшін аз әрекетті басты қабылдау жөнелту жолдары мен сыртта дөңестер үшін және өндірістік кәсіпорындардың кірме жолдары үшін. Көлденең қима бойынша бұларда кесілген, кесілмеген болып бөлінеді екен. Мұнда стандартта екі типті шпал жасау көзделеді. Бірінші шпал КБ бекітпелерімен дара бекітілетіндер. Яғни бекітпелермен дара жеке-жеке бекітілетіндер. Олар рельсті ұлан төсемеге, ал ұлан төсеме темір бетон шпалға жеке-жеке бекітіледі екен. Ал КБ бекітпелермен біріктіріліп бекітетіндер, олар шпал екінші типіне жатады екен. Олар рельстер табанындағы ұлан төсемдермен біріктіріліп шпалға бірден бекітіледі. Шпал екі бір тұтас біріктіретін бекітпелерге жатады. Рельске де шпалға да бұрандамалар да қолданылады екен. Шыбыр типті шпалдар рельс астындағы алаңның кескінімен ерекшеленетін екі нұсқада дайындалады. Шпалдар рельс арасындағы алаңдарда тірек жиектерінің еңіс бұрышы 72 градус және 55 градус болуы мүмкін. Шпалдарға қандай жағдайда рұқсат етілмейді? Болттарды еркін орнатуға және осы болттарды жұмыс жағдайында бұруға кедергі келтіретін болттарға арналған арналардағы бетонның жүзуі не болмайды, тыйым салынады. Рельс астындағы алаңдарда бетонның жергілікті жүзуіне болмайды. Гайкаларды бұрау кезінде шпалдардың арналарында бекіту болттарын орау бетондағы жарықтар. Бұлар олай болуға болмайды екен. Тақырып түсінікті болса, балалар, сіздерге үйге тапсырма. Яғни, мұнда мен сіздерге барынша ақпарат бердім, бірақ оны толықтыру мақсатында мына ссылка арқылы видеоны міндетті түрде қараймыз. Тақырып бойынша 10 бақылау сұрақтарын жасаймыз. Үшінші, шпал сөзіне сөз жұмбақ құрастырамыз. Төртінші, термин сөздерді көшіріп жазып жаттаймыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Мен сіздерді Smart Nation порталында күтемін. Осы берілген тапсырмалар бойынша міндетті түрде жауап қайтарамыз. Келесі сабаққа дейін сау сәлеметте болыңыздар.